Сәлем достар, бүгін мен бірінші рет торт пісірейін деп жатырмын. Менің пісірейін деп жатырған тортымның аты молочная девочка. Қазақшалап айтқанда сүтті қыз. Оны пісіру үшін бізге 2 жұмыртқа, сары май, 180 грамм ұн, кішкене тұз, сахарная пудра, сгущенка, разрыхлитель теста, творожный сыр және сливки керек болады. Бастайық. Алдымен 2 жұмыртқаны жарам. Енді кішкене тұз саламыз. Болды. Енді араластырайық. Жұмыртқамыз араласты, енді сгущенка саламыз. Болды. Ал енді жақсылап араластырамыз. Міне араластырдық. Мен алдын ала разрыхлитель тестаны ұнға салып араластырып қойдым. Енді оны мына сетка арқылы саламыз. Ал енді салдық. Енді жақсылап араластырамыз. Достар, мен араластырып болдым. Ол мынандай болып шықты. Енді қазір біз сары майымызды ертіп алып, салып араластырамыз. Достар, мен майымды ерттім. Енді құйып жақсылап араластырамыз. Достар, мен араластырып болдым. Енді мына фигураны алып, нанымызды жағамыз, құямыз. Достар, міне мынандай шықты. Біз алдын ала духовканы 180 градусқа қойды. Маған оны әжем көмектесті. Енді бұны духовкаға қызарғанша пісіреміз. Достар, бірінші нанымыз піскенше осындай формаға салып дайындап қоямыз. Достар, корждар дайын. Банағы тестадан 7 корж шықты. Ал енді кремді істеуге кірісейік. Бірінші творожный сыр саламыз. Салдық. Міне 340 граммдай творожный сыр салдық. Енді үстіне 50 грамм сахарная пудра саламыз. Салдық. Енді миксермен араластырамыз. Кішкентай достарыма кеңес. Миксерді және духовканы өздеріңіз пайдаланбаңыздар. Үлкендерден көмек сұраңыздар. Ал енді араластырайық. Араластырдық. Енді сливки қойып тағы да араластырамыз. Тағы да ескертемін. Миксерді және духовканы кішкентай балалар өздері қолданбасын. Міне креміміз дайын. Енді кремді коржықтарға жағамыз.
Кремді жағып болдым. Енді әдемілеу үшін шоколадты теркіден өткіземін. Енді қалған шоколадтармен торттың бетін безендіремін. Біздің тортымыз дайын. Енді кем дегенде 2 сағатқа холодильникке қоямыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған мен Амира. Сау болыңыздар.